Аралас неке аз ұлттарды жоюдың төте жолы. Біз бүгін нәтижемен күресіп жатырмыз. Себепке ешкім көңіл бөлмейді. Әрине, өмір болған соң әртүрлі тағдыр, оқиға, жағдай болатын белгілі. Ақталғанмен жағдай жақсармақ емес. Өкініштісі де сол. Қазақ өзгеге қыз бермек түгілі ат сатпаған. Бітімге қалмақтың ханның алдына барған, қаз дауысты Қазбек бабамызға қонтай шарт қояды. Судың түбін шым бітейді, даудың түбін қыз бітейді деген. Қазақты шабуды қойсын десең, маған қызыңды бер. Немесе қалмақтан қыз ал, құда жекжат болып татуласайық депті. Күні түсіп тұрса да, еңсесін түсірмеген ер бабамыз қалмаққа берер қызым жоқ. Қызыңды берсең, алайын депті. Сондағы ойы, қызыңды берсең, бірдеңе қылып тәрбиелеп алармыз. Жатқа беріп, жатырын былғап, жылататын қызым жоқ деген екен жарықтық. Жауының алдында жанына сауға тілеп тұрса да, қызының абыройын сақтап қалған айбынды абызым-ай. Өзгенің етегінен ұстаған қара көздер, ұлттық ұстанымы жоқ, бүгінгі рухынан айырылған қазақ қоғамының нәтижесі. Исраил ағамыз айтпақшы, рух 12 мүшеден тұрады. Ар, ұят, абырой, намыс, қажыр, қайрат, ождан, сенім, үміт, иба, төзім, иман. Ар азса, ұят ұрланса, абырой тоналса, намыс өлсе, қажыр қажырса, қайрат қартайса, ождан ортайса, сенім семсе, үміт үзілсе, иба өшсе, төзім тосса, иман көшсе, рухтан не қалады ағайын? Әр қазақ менің жалғызым. Жалғыз жусан түбінде қазаққа ортақ намыс бар деген сөздің астарына терең үңілуіміз керек сияқты бауырлар. Егер сіз мәнді мағыналы әңгімеге қызығатын, сөздік қорыңызды молайтып, отырыстарда тәрбиелік, салмақты ой айтқыңыз келсе, бұл жинақ дәл сіз үшін. Бұл жинақта не бар? Сөз атасы Майғы биден бастап, қазіргі игі жақсылардың өмірден алынған өнегелі әңгімелері мен тағылымды ойлар жинақталған. Салт дәстүр, денсаулық, отбасы құндылығы, әйелді құрметтеу, бала тәрбиесі, яғни әр қазақ баласы білуге тиіс асыл дүниелер ойшам жинағында топтастырылған. Өміріңді өзгертетін бір кітап бар, сол кітапты табу үшін 100 кітапты оқы дейді. Ойшам сол 100 кітаптың жүрекке жеткен сығындысы. Егер ойыңызды өзгертіп, сөзіңізге салмақ бергіңіз келсе, ойшам жинағын алыңыз. Кітап бағасы 4990 теңге, Қазпошта арқылы жіберіледі, жеткізу құны 1000 теңге. Барлық сұрақтар бойынша WhatsApp номерға жазыңыз.